Сәлем құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Видео астында бір ғана лайк түймесін басты ұмытпаң. Ақсуда жол апаты салдарынан жаяу жүргінші көз жұмды. Жүргізуші апат орнынан қашып кеткен. Полиция қызметкерлерінің мәліметінше 22 қазанда Ақсу қаласынан Ленин көшесінде ВАЗ 210-74 автокөлігінің жүргізушісі Еңбек ауылына қарай жүріп келе жатып, бұрылыста жолдың сол жағымен келе жатқан 58 жастағы ер адамды қағып кеткен. Жол көлік оқиғасы салдарынан жаяу жүргінші алған жарақатынан ауруханада қайтыс болды. Жүргізуші апат орнынан қашып кетті, ұстап алу жоспары енгізілді. Жүргізілген іздестіру шараларының нәтижесінде полицейлер жүргізушіні ұстады. Ол 41 жастағы ауыл тұрғыны болып шықты. Автокөлік айып тұрағына қойылды. Сараптама тағайындалды. Полиция тексеру жүргізіп жатыр. Сол күні Екібастұз қаласында сағат 22:30-да Абай көшесімен келе жатқан Лада 211-44 автокөлігінің жүргізушісі 27 жастағы жаяу жүргіншіні қағып, жолдың жүріс бөлігін белгісіз жерде кесіп өтті. Жол көлік оқиғасы салдарынан жарақат алған жаяу жүргінші ауруханаға жатқызылды. Автокөлік айып тұрағына қойылды. Бұл факті бойынша тексеру жүргізіп жатыр.